Бүгін бізде сейсенбі күн жылы болып тұр. Әдемі міне күн шуақ. Жұмысқа келдік. Астананың қысының ашу қайтайын дегендей. Сейсенбі енді бізде дәстүрлі түрде техно ревью болады. Техно шоу. Сервис, да? Ага, сервис. Камера, да? Да, GoPro-шка. Проходи. Жоғалтып алғансың, қайда екен? Бүгін біз жаңа Sony Alpha 7 III камерасын алғалы жатырмыз. Әділеттің компьютер тұр. Өзі жоқ. Мен байқамай қалыптым ғой. Мұнда екінші компьютер. Бұл кім деген сұрақ болса, ол мына куртка оған жауап береді. Ол біздің бастықтың курткасы. Нұрболдың курткасы. A few moments later. Алпамыз келе жатыр. Камерамыз кепті. Соны алуға барамыз. Жалпы осы влог түсіруді ойға алып қолға алған кезде ең алғашқы алған камерам Canon 70D деген болған еді. Ол енді бюджеттік камера, өзі ескі болғандықтан арзандау келеді. Десек те аз ақша емес. Астындағы штативмен, астына объективмен бірге 240 мың теңгеге үйдегі ең соңғы ақшаны алып барып алған болатын. Енді жалпы камераның өзі арзандау, ескілеу келгендіктен ол жерде заманауи нелер жоқ. 4К качествосын түсіре алмайды, таймлапс деген нәрсені түсіре алмайды, немесе slow motion дегенді түсіре алмайды. Бірақ бастамаға өте жақсы болды. Осыған дейін сол камераға біз түсіріп келген болатынбыз. Ал енді қазір кішкене даму үстіне болғандықтан жақсырақ камераны алуға шешім бұрдық. Ол Sony Alpha 7 III деген модельдегі камера. Жалпы камера таңдаған кезде мен баяғыда да қазірде де бірнеше шарттарды қоям. Ең алғашқысы ол автофокус. Мен енді басқа блогерлерді қарап көріп, қандай не жасайтынымызды білгеннен кейін, обзор жасайтынымыз білгеннен кейін автофокус мәселесі маған маңызды болды. Кейси Найстат 5 жыл бұрын осы Canon 70D-ға түсірген автофокусы ең жақсы болатын сол уақытта. Одан кейін осы Sony шықты. Sony мен білуімше 2018 жылғы модель камера. Ол жердің автофокусы бұдан да мықты екен. Сонымен бірінші автофокус. Екіншісі маған маңыздысы болғаны ол размытие, блюр дейміз, размытие. Мен мысалға өзім фокуста тұрсам, артында қатты размытие болса деп қалаймын. Ол тек қана камера ғана емес, объективке де байланысты. Сондықтан да жалпы осындай бір екі ең қарапайым бір шарттарым бар. Кейінірек біле бастадым, цветопередача, айналадағы түстерді дұрыс бере алмай ма, тұнық түс бере ме, сондай да бір айырмашылықтар бар екен камералардың арасында. Бірақ ол жайлы мен қатты профессионал болмағандықтан көп біле бермеймін. Мынау осы алып жатқан Sony'іміз ең барлық осы шарттарға сай келіп тұрғандықтан осы тоқтауымыз осыған болды. Алло, қай магазиннің қасында дедің? Галомарттың алдына келейін ба? Ага. Александр.
Да, кішкентай қой. Кэнонмен салыстырған кезде. Жеңіл сияқты. Иә, Canon Alpha 7. Sony. Ой, Sony. 4К. Наконец-то біздің видеолар 4К болады. Бізге бір шама түсіндіріп жіберсең, қалай, чё, почем, не бар, не жоқ. Мынау коробка біріншіден. Аха. Ол өзінің инструкциясы. Мхм. И гарантийный талон. Аха. Осы жылдың 15 ноябріне дейін Sony центрда. Окей, хорошо. Печати бар. Аха. Дисплей былай бұрылады максимум. Аха. И былай. Былай астынан түсірем десеңіз. Былай. Фокус сенсорный, мына сенсорда бүйтіп мынаны бассаңыз қосылады. Осы в основном екі режимде түсіреді негізі. Мына видео режим. М деген фотовырты. Полностью ручной настройка жасап аласыз сол кезде ше. Мынау выдержка, мысалы шаттардың несін түсіресіз. Так. Ну, баланс белого, мына кнопка. Мен өзім өзгертіп қойғам да. Настраиваемый, да, по-моему? Иә, мыналар. Бүкіл кнопка почти настраиваемый, өзіңіз келтіре аласыз. A few moments later. Камерамызды алдық. Апамыз Екі қолдап ұстап алған. Енді бүгіннен бастап осы камерамен достасу басталады. Қай жерде? Алпамыз қай жерде шыққан, машинаны қай жерде тастап кеткен білмейді. Алпамыз не болды? Мына жақта камера қараңғы алды. Вообще супер. Желание шло бүйтіп бір түсіруге. Қалай? Бүйтіп бір түсіруге. Есіме түсіп кетті. Қолмен түсіретін кездері же. Бірақ көрдім же, ішінде бар ғой. Кілтті түсіріп бүйтіп, мынаны перне тартқасын түсіріп көрдім. Өзің Прям өзінің стабилизациясы бар деп. Прям. Өзінде бар ма сонда? Я өзінде бар стабилизация. Типа айфонда бар сияқты. Білмеймін, 12-нің стабилизациясында қатты не істедің негізі. Түсіндің Аха. Қарашы, Canon вишпактың іштеріліп тұрып келді. Я бір как будто өзімен өзі стабилизация жасап тұрған сияқты да мына ше. Дамып кеткен. Құны да соған тұрарлық шығар онда. Иә, құнын айтпай қойық құлап қаламыз деп. Сөйтсең, жаңа аға сат кірген ғой ше. Сөйтіп аға. Сіз қимылдамай тұрғансыз ғой. Мен мынаны алып сосын аяқ киім шешеміз деп. Сен бірінші аяқ киім шешіп ал, сосын сені ұстап тұрып мен шешіп ал. Сен бүйтіп алып отсың, екі қолмен. Ешнәрсе тастамай мына жерге қалып қойды. Енді сол стрессті кішкене басайық, тамақ жей алайық. Алпамыз! Бүгін ғана алған камерамыз қайда? Дейсің мұнтыр. Қалжың достар, қалдарыңыз қалай? Бүгін бізде қуанышты жағдай. Егер кімде менің сторисімді қарап жүрсеңіздер, ал егер кім қарамай тұрса жазылыңыздар сторисіме, инстаграмыма. Бүгін біз айтпақшы бір нәрсе байқап тұрсыздар ма? Өзгеріс? Жоқ, байқамай тұрсыздар ма? Бүгін біз камера ауыстырдық. Өте сапалы, алдыңғы қатарлы деген камераға ауыстық. Байқап тұрсаңыздар, міне осындай бір әдемі картинаны сіздерге береміз. Бұның алдында бізде Canon камерасы болған етін. Енді мен бір жарты жыл бұрын влог түсірем деп шабыттан жүрген кезде ақшамыз аз, қазір де аз десең, қазір де аз. Сөйтіп ең арзан, бірақ мына көкем түсіретін 5 жыл бұрын түсірген Canon 70D деген камераны алған болатынбыз. Бұған дейін сол Canon'ды түсірдік. Canon қайда еді бақшы? Анаяқта ол? Анаяқта ол, керек емес уже десе. Лақтырып тастаған ба уже. Соны алған болатынбыз. Ол енді бастапқыға жақсы, оның да автофокусы бар. Десек те қазіргі заман талабына ол сай емес. 4К түсірмейді мысалға, көптеген функциялар жоқ. Және ол зеркальный камераға жатады, ал видеоға зеркальный камералар негізі онша емес.
Сосын енді осы біз дамый келе сіздердің лайктарыңыздың арқасында спонсор тауып, айтпақшыдай осы камераны алуға көмектескен спонсорлардың бәріне алғыс айтамыз. Sony Alpha 7 3 деген мен деген блогерлер түсіретін камераны біз де алдық. Ең басты айырмашылық, достар, бұл камерада 4К түсіреді. Автофокусы өте жылдам. Міне қараңыздар. Міне мені көрсетіп тұр. Canon'ды көрсетіп тұр. Мені көрсетіп тұр. Canon'ды көрсетіп тұр. Осындай автофокусы бар. Бұл бізге өте маңызды. Мысалға, әртүрлі заттарды обзор шолу жасап жатқаныңыз бет көрсеткенде бірден автофокус керек. Сосын түстерді тұнық қылып береді. Көрермендерге қарағандарына көздер ләззат алатындай видео қылып береді. Біз өте қуаныштымыз. Бұл камераның терең зерттеуін, терең обзорын келесі влогтарда, келесі техношоу влогтарда көрсететін боламыз. Бүгіндікке жалпы осы жақсы жаңалықпен бөлісейік дедік. Біз үшін сіздер қуанып отырған шығарсыздар деп сенеміз. Апам, сен қуанып отырсың ба? Бірақ бұл камераның бір минусы бар. Бірден айтып кетейін. Canon'да дисплей битіп ашылып, өзімді қарай алатын болсам, қазір мен өзімді қарай алмаймын. Мен тек қана мені алпамыс қана қарап отыр. Алпамыстың қуанышында шек жоқ. Бұл камераны, оның алдындағы камераны құлатып алған білесіздер ғой. Мына камераны құлатып алмас үшін екі қолдап, бүйтіп құшақтап ұстап жүр. Енді құдай қаласа құлатып алмайды деген сенімдеміз. Бүгінге алғанымыз айтпақшыдай тек қана бұл емес қой. Қайда? Стабилизатор қайда? Бәрі нормально. Мен емес деген. Достар, Ronin стабилизаторын алдық бүгін тағы да. Енді бұл деген зат қой кәдімгідей. Мына жерден былай ашылады. Құлап қалмасын ішіндегі заттар. Вау! Бұл стабилизатор жайында да біз кешірек тағы толық айтып көреміз, бірақ біздің видеоларымыз жатық, әдемі, ешқандай дірілсіз болу үшін осы стабилизатор қажет. Осындай жақсы жаңалықтар, достар, біздің видеоларда, біздің командада. Қоштасқым келмей тұр сіздермен. Бірақ қоштасуға тура кеп тұр. Бүгін сейсенбі, ертең бізде сәрсенбі, арғы күні бейсенбі десең. Жарайды, барлықтарыңызды құшақтадық. Ертеңгі влогта тағы да көріскенше.